Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге қазақтың хас ақыны Қасым Аманжолов туралы әңгімелейтін боламыз. Қасым Аманжолов 1911 жылы 10 қазанда қазіргі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының Қызылжар ауылында дүниеге келген. Жастайынан ата-анасынан жетім қалып, ағасының тәрбиесінде болады. 1924 жылы Семей қаласында интернатқа келіп білім алып, 27 жылға дейін сол жерде білімін жетілдіреді. 1936-1941 жылдар аралығында Алматы қаласына келіп, Лениншіл жас, Социалистік Қазақстан газеттеріне, сонымен қатар Қазақстан жазушылар одағында жұмыс істей бастайды. Сол жылдары өзінің ең алғашқы жазған өлеңдерін жинақтап, 1938 жылы жинақ етіп басып шығарады. Одан кейін Орал қаласына барып, өзінің еңбегін одан әрі жалғастырады. 1947 жылы қатты сырқаттана бастап, бір дертке шалдығады. Ол дертке түсіп қалса да, өзінің өлең жазу еңбегін тоқтатпай, әдебиетке деген қызметін әрі қарай жалғастыра береді. Қасым Аманжолов тек лирик ақын емес, сонымен қатар эпик ақын деп айта аламыз. Қасым өлеңдерінде тұнып тұрған сезім, тұнып тұрған бір батырлық, қазақтың сондай қандай халық екені, қандай қасиеттерге ие екенін Қасым Аманжоловтың өлеңдерінен байқай аламыз. Оның ақын өлім туралы аңыз, Жамбыл тойында, боран секілді поэмалары ақынның эпик ақын екенін, сондай бір ерекше жан екенін сол поэмаларынан байқауға болады. Сөзім айтамыз жайымда, жүректеу жалын атқан сөз дайындау, тереңде тұнып жатқан дауыл күйді, тербетіп тулатып бір қозғайындай. Аманжол Рақымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетімдей, қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетіндей. Сол жерге қалармын ба мәңгі тоқтап, жоғалып жер бетінен сүріліп соқпақ. Әлде мен екінші өмір бастармын ба, жалынды жыр жолында қызыл шоққа. Сен қандай бақыт дедің келер ұрпақ, қараймын елесіңе мен таңырқап, жаңғыртып жер жаһанды сен келгендей, жатармын қырында мен көрпе қымтап. Өкінден менде бір күн өлемін деп, өкіннен ұқсат алмай келемін деп, күнінен мұң ойланып жүз толғанам, өзіммен өлмесінші өлеңімде. Қасым Аманжолов 1947 жылы шалдыққан дерттен айыға алмай, 1955 жылы 17 қаңтарда дүниеден озады. Қасым дүниеден өткенімен Қасымның сыршыл, лирик, жанға жайлылық сыйлайтын поэзиясы халықтың мәңгі жадында сақтала бермек.